Петропавлда жаңа оқу жылы басталмас бұрын мұғалімдердің тамыз кеңесі дәстүрге айналды. Бұл алқалы жиында оқытушылар қауымы өткенді саралап, алдағы уақытқа жоспар құру кезеңі деп бағалап отыр. Қалалық мәдениет үйінде арнайы көрме ұйымдастырылды. Мұнда мұғалімдер мен оқушылар жетістіктерін көрсете алды. Қазақ мектеп гимназиясының тәрбиеленушісі ұстазымен бірлесе, табиғи күн сәулесінің қуатын қолдана отырып, күнбағыстарды өсіру әдісін ұсынып отыр. Бұл роботқа өте көп уақыт кеткен. Программаны мен ағайын істеген. Бұл робот келер жақта солнечный батарея заметит. Тамыз кеңесінің отырысында жаз уақытында қаланың 10 мектебі күрделі жөндеуден өтті. Ғимараттың сырт келбеті ретке келтіріліп, ішкі әрлеу жұмыстар жүргізілді. Бюджеттен бөлінген қаржыға мектептер 246 мыңға жуық оқу әдістемелік материалдармен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ ақпараттық технологияларды игеру мақсатында 2018-2020 жылдарға арналған STEM білім бағдарламасы енгізілді. Ал білім беруші кадрларға келер болсақ, қалада жалпы педагогтардың саны 2083 болып отыр. Оның 1740-ы жаңартылған білім жүйесін игерді. Петропавлда 9 мыңға жуық балғын мектепке дейінгі білім беру орындарымен қамтылған. 2019 жылы бұл жұмыс жалғаспақ. Нәтижесінде 46 бүлдіршінге арналған шағын орталық ашылмақшы. Орта білім ордаларының саны да артатын болады. Тамыз кеңесінде ұбт нәтижелері туралы да айтылды. Оған қаламыздан 588 түлек қатысты. 2018-2019 оқу жылдары IT технологияларды қолдану үрдісі кеңінен қолданылмақ. Смарт Петропавл жобасы аясында мектеп пен балабақшалар Скут, смарт асхана, кітапхана жүйесін қолдана бастады.